Сәлем баршаңызға, сіздермен Жансая. Бүгін донер жасаймыз. Ең алдымен тауықтың төс етін суға пісіріп алдым. Одан соң соломкаға турап, майға бір қуырып алдым. Салат жапырағын, қиярды, барлығын соломкаға турап дайындап алдым. Фриді мен каналымда жасалу жолы бар, қазір астына белгілеп кетемін. Сол бойынша жасасаңыздар болады, өте әдемі, дәмді болып шығады. Содан кейін соусына кетчуп пен майонезді араластырып, барлығын дайындап аламыз. Лавашымызға соусымызды жағамыз, одан соң етімізді салып, оның үстінен қиярын саламыз. Одан соң барып фриді қосамыз. Ең соңынан салат жапырағын қосамыз, немесе пекинский капустаның жапырағы да жарайды. Одан кейін соусын тағы да қосып, осылай орап қуыратын боламыз. Енді сковородкамызды газға қойып қыздырамыз, ешқандай май қоймай, осылайынан донерді салып, құрғақтай қыздырып, екі жағын бірдей қызартып, пісіріп аламыз. Сонда донерларыңыз одан әрі әдемі, қытырлақ болып шығады. Үйде бар заттармен жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің отбасыма қатты ұнады. Қарасаңыздар, сонда керемет, сочный, өте дәмді болып шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.